На 0 часов на 4 сентября текущего года обстановка стабильная, ситуация находится под контролем. В настоящее время пока площадь пожара возгорания дана более 9000 гектаров. Утром будет произведен облет, и аэрокосмические съемки подтвердят наличие такой площади, будет конкретно дано. Проведена эвакуация из ближайших населенных пунктов, ни один человек не пострадал. Прибыли дополнительные силы и средства с территории Акмолинска, Североказахстанска. На подходе Карагандинский город Нур-Султан. Ситуация под контролем. Тұрақты қазір уақытта алған өрттің алқабы қазір 9000 гектардан асады. Көрші облыстардан көмек келді. Уақытында техника жағдайынан мобильді топтар келіп қазір көмектесіп жатыр. Өртті сөндіріп жатырмыз. Ең басты мақсат адамдардың өмірін сақтау. Қазір бір адам зардап шеккен жоқ. Уақытында көмек көрсетіліп жатыр. Адамдарды қазір әлеуметтік нысандарға біз орналастырдық. Соның ішінде 2 мектеп, 1 интернат бар. Қосымша тамақ беріліп жатыр. Ауызсу мәселесі шешілді толығымен. Психологтар жұмыс жасап жатыр. Медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Ең басты жаңа айтып кеткен мақсат ол қазір өртті уақытында сөндіру.